Баршаға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен тігуді жақсы көретіндерге нұсқаулық бейнелер көрсетемін. Үйрену өте оңай. Сіз хабарландыру алу үшін каналға жазылып, қоңырау белгісін басыңыз. Мен бүгін сіздерге осындай таңшолпан шиғырағын үйретемін. Бізге қажет 6-да 6 сары түсімізден 12 шаршы қажет, және ені 3 см ақ пен қою көк түсімізден мата түстері қажет. Және ақ түсімізден 15-те 15 және осындай шаршыдан бізге 4 шаршы қажет. Міне құрақ көзім сары түсімізге бірінші ақ түсімізді тігеміз. Ақ түсіміздің түгі төменге қарап тұру керек. Міндетті түрде құрақ тіккен кезде закрепка бересіздер. Енді былай ақ тігеміз. Енді көк түсімізді былай және былай тігеміз. Міне бір қатарын айналдырып шықтым. Енді бізге осындайдан 3 қатар тігеміз. Тағы да ақ, көк, көк қып. Міне шаршымызды құрап алдық. Размері 15-та 15. Міне осы. Енді осыдан біздерге осындайдан 12 шаршы қажет болады. Барлығын қосқанда 12 шаршы қажет. Міне 12 шаршы құрағымызды құрап алдық. Міне дайындап алдық барлығын. Енді құрағымызды жасаймыз. Құрағымыздың басы осылай шығады. Мына екеуін бір-біріне осылай бекітеміз, сосын мына екі ақты екі жанына осылай бекітеміз. Сосын тігіп аламыз барлығын. Мына енді жанына мына нелерді тігіп аламыз, шаршыларымызды. Міне құрағымыздың бірінші қатары дайын болды. Енді
міне екінші қатары осылай тұрады. Енді осыларды бастарын біріктіріп аламыз. Енді осыларды бір-бірінен ұстаймын. Міне екінші қатарын тігіп шықтық құрамыздың. Үшінші қатар осылай шығады. Енді осылардың бастарын біріктіріп жасаймыз. Міне тігіп алдық. Енді қатарға қосып тастайын. Міне үшінші қатарын тігіп шықтық. Осындай болды. Енді төртінші қатарын дайындаймыз. Төртінші қатарымызға мына екеуін қосамыз, және мына екі жанындағы ақ нені қосамыз, шаршыларды. Міне төртінші қатарымыз осылай шықты. Енді мына қатарға қосып тастаймыз.
Міне, құрағымыз дайын болды. Осындай болып шығады. Үйреніп алыңыздар, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар.